Так, мыналардын бирөөнү жеп көрөйүн. Так, кайсысын жесем болот? Бирөөнү алайын. Хөп. Кубадым а? Ой, кешириңиздер. Айттым жаңа саған көп тамақ ішпе деп. Сен жаңа кекірдің, енді сен озырасың. Ол сенің ата-аналарыңа де ұнап отырған сияқты. Так, бірақ ол күлкілі емес болып қалды. О, есек келді, есек. О, здорово, ёпта бандиты. С вами, как всегда, есек. Ха-ха. Привет, жаным, қалайсың? Мен сені есек деп жүрсем, сен таза ишак екенсің. Жоқ, әке, сіз оны ишак демеңіз, сіз оны ишак деп айтсаңызшы. Иә, мені ишак деп айтыңыз. Дұрыс па, жаным? Қалай қарайсың, а? Шөлдеп кеттім. Жаным, сен жармессің. Кім? Мен жармес па? Сен өзің жармессің. Мына жерде отырған ата-анаң да жармес. Шөлдеп кетсек өлеміз ба? Ей, жармес, мына жерге қол жуат, қол. Мен жармес екенмін ғой, ха-ха-ха. Мына жігіттің атауы жармес екен, қол жуатын жерден су ішіп отыр. Жаным ау, сен қанша месяц болған анекдот айтып едің, бір анекдот айтады, анекдот. Жаным ау, тез айтсаңшы. Баласы мен мамасы сапарға кетіп бара жатса, баласы бір есекті көріп қалып, мамасы қарап, мамаң қара, есек банан жеп тұр десе, мамасы қарап тұрып, жесін, не болады екен? Өзі туралы айтып жатыр ғой, мен туралы емес. Ишак. Есекке қалай қасықсыз тамақ ішуге болады? Ол былай ғой. Ол маған ұнады, бәріміз солай істесек қалай? Ой, кешіріңіз өтінем, сіздерден кешіріңіздер. Кешіріңіздер, ха. Ой, мынауың адам болмайды. Тупой десеш. Өзің тупой. Әке, болды мазақтамаңдар. YouTube. Видео ма не? Негізінен мен есекпін. Назарларыңызға рахмет.